Сәлем достар, біз алдыңғы видео бөлімінде айтқан едім, енді телефонға арналған версияға өтеміз деп. Сіздер осындай, мынау көріп тұрғандарыңыздай реклама деген бар ғой, соны сіздер тартып аласыздар. Рекламаны Facebook деп не істесеңіздер, жаңағы Play Market'тен сол жерден осы реклама деген шығып тұрады, осыны басып өздеріңізге жүктеп аласыздар. Жүктеп алғаннан кейін қазір загрузка болып жатыр. Қазір ашылады. Жалпы сіздерде өздеріңіз жаңағындай Facebook страница аштыңыздар ғой. Сол страницаның ішінен тағы да бөлек қосымша страницалар аштыңыз, Сол қосымша страницалар ашқанымызда қазір мына бөлігінен көретін боламыз. Мысалы, мына жерде жалпы рекламалардың шыққан нелері жаңағындай уже завершено болған нелердің рекламалар шығып тұр мына жерде. Енді біз новыйдан реклама создавать ету үшін плюс дегенді басамыз. Бұл жерде сіз алғашқында ашқан кезде сізде нет активный компания деп тұрады. Плюсті басасыз, и содан кейін бар мына жерде үш бұрышты тұр, осы үш бұрышты басқан кезде загрузка болып жатыр. Міне біздің ашқан парақшаларымыз, мен алдыңғы видеода массаж тегін курсы деп ашқан едім, бірақ суреттің жаңағындай көлемі үлкен болғандықтан бұл салынбай қалған болатын. Енді біз басқа жаңа парақшаны алсақ болады. Мысалы, нәтижелі массаж дегенді алайық. Міне нәтижелі массаж деген ашылды. Бұл жерде біз мен жаңағындай сіздерге айтып өткендей, бұл жерде де осы Facebook компьютерге байланысты, бұл жер телефонда да бірдей. Мысалы, вовлеченность для публикации деген бар, просмотр видео, трафик сайта, охват, сообщение. Сообщениеде сіз мысалы сізге сообщение WhatsAppқа жазғанын қалайсыз ба, Instagramға жазғанын қалайсыз ба, директке, мысалы охватыңыздың өскенін қалайсыз ба. Одан кейін өзіңіздің мысалы трафик сайты деген бұл сайтқа адамдардың сізге көптеп келуі, Жалпы біз трафик сайтымен жұмыс жасаймыз. Мысалы, тек қана сіз видео жүктейтін болсаңыз, сол видеоңыздың көргенін қалайсыз ба, мысалы сіздің публикацияңызға, сіздің жасаған жарнамаңызға қызығушылық танытқанын қалайсыз ба. Жалпы өзіңіз таңдайсыз, бірақ біз рекламаны трафик сайты дегенмен жіберетін боламыз. Енді мына трафик сайты дегенді басасыз. Сіздерде осындай терезе ашылады. Бұл жерде сіздер мынау үш бұрыш тұр ғой, формат деп тұр, форматты бүйтіп ашып қарасаңыздар, сіздерге көрсетеді жалпы не жүктеуге болатын. Бұл жерде видео, одна изображение, сосын кольцевая галерея деген бар. Соны өздеріңіз таңдайсыздар. Міне біз қазір тек қана баннерлік сурет болғандықтан, сол баннер суретіне осыны таңдаймыз, одна изображение таңдаймыз. Одан кейін барып сіздерде мынандай окошко ашылды, осы жерге изменить изображение дегенді басасыздар. Одан кейін фотопленка дегенді басасыздар. Фотопленканы басқан кезде сіздердің жалпы жасаған баннерлеріңіз шығып тұрады. Мен көбіне жаңағыдай изображениені көре салайын, менде сол жерде сақталды. Міне көрдіңіздер ме, менің жасаған баннерлердің барлығы осы жерде тұр. Яғни мен бұл жерде біреуін таңдап аламын. Размерін жаңағыдай Canva приложениесіне жасаған кезде обложка деп таңдайсыздар. Инстаграмға арналған обложка, сол кезде размермен тура түсетін болады. Қазір жүктеліп жатыр. Жалпы баннерлеріңіздің цветі, текст бар, сосын жаңағыдай сіздің салған суретіңіздің барлығы үйлесіп яркий болып тұрса, ол адамның жаңағыдай көзіне бірден оттай басылады. Сондай баннерлерді қолданғандарыңыз дұрыс. Сосын текстті жазатын кезде жалпы оффер деп айтады ғой, адамды мысалы текстке қараған кезде адамды ұстап қалатындай текст тақырып болса, мысалы баладағы дисплазия ауруын жазудың нақты 8 әдісі. Қазір балалардың көпсінде дисплазия ауруы болғандықтан олар мысалы осы баннерге тоқтайды. Өйткені мына баннерде аналардың больдары жазылған. Өйткені баласы оның жаңағындай диагнозбен ауырғандықтан бұл нәрсе ол аналарға керек. Енді ары қарай келесі батырманы басамыз.
Мына жерде рекламный креатив деп тұр. Бұл рекламный креативті біз қолданбаймыз. Өйткені рекламный креативті басатын болсаңыз, сториске шығады, бірақ суретіңіз жарым-жартылай болып қалады. Сондықтан X-ті басып тастаймыз. Одан кейін мынау изображение деп тұр. Бұл қалады. Сосын заголовок деген ешнәрсе жазбаймыз. Сосын мына жерде основной текст деген бар. Бұл основной текстке де біз қоятын боламыз. Одан кейін мына жерде сайт деп тұр, Бұл сайт деген жерге өзіміз телеграмға келген қалаймыз, или WhatsAppқа келген қалаймыз. WhatsApp конструктор деген бар. Googleға кірсеңіздер, WhatsApp конструктор деп жазсаңыздар, сол жерде сіздерге WhatsApp-тың несі шығады, WhatsApp деп шығады. Сол WhatsApp-та басқан кезде сіздерге 702 деп басталатын цифр береді. Соған клиенттеріңіздің, болмаса өзіңіздің нөміріңізді қоясыз. Сосын барып приветствие сөз, мысалы сіз сетевоймен айналысатын болсаңыз, жаңағыдай адамдарды шақыру мақсатында сіз бұл қандай жұмыс деген сияқты, жұмысты толығырақ білгім келеді деген сияқты сөз жазсаңыз, сосын спармировать деген бар, астында көк жазу тұрады. Соны бассаңыз, сізде дайын, мынау көріп тұрсыздар ғой, процентпен көрініп тұр ғой, сол дайын қып сіздерге жасап береді. Соны копировать етесіз да. Осы веб-сайт табап, новый веб-сайт деп тұр ғой, сол жерге сіздер веб-сайт деген жерге жазасыздар. Одан кейін барып призыв к действию деп тұрады. Бұл жерге подробный деген батырманы басасыздар. Міне галочка шықты. Енді мына жерге основной текст дегенге өздеріңіздің алдын ала дайындап қойған тексттеріңіз болса, соны жазуға болады. Болмаса вебинарға, болмаса подробный батырмасын бас деп жазып қойсаңыз да болады. Сілтемеге өт деп қоясыз. Міне болды, Жалпы енді ары қарай бізде призыв действию жаздық. Енді біз бұл жерде место размещения дегенге келеміз. Яғни место размещениені біздер жазбайтын болсақ, бұл барлық жаңағыдай неге кетіп қалады, мессенджерлерге кетіп қалады. Бұның ішіне мысалы ручной деген таңдаймыз. Ручнойды таңдаймыз. Сол жерде сіздерге жалпы көрініп тұрады. Мысалы тип устройства дегенге компьютер мобильный версия деп тұр. Бұл жерде компьютерді алып тастаймыз. Көбіне адамдар мобильді версиямен жүргендіктен мобильді версияда көрінеді. Сосын міне платформа деп тұр. Платформада Facebook дегеннің барлығын алып тастаймыз. Өйткені сіздің рекламаңыз Facebooktың барлығына шығып кетуі мүмкін. Сондықтан осы нені алып тастаймыз, Одан кейін мессенджер деген бар. Бұл мессенджерді де қажет емес, алып тастай саламыз. Енді бұл жерде Instagram деп тұр. Instagram мысалы лентаға да, сторисқа да, интересныйға да шығады. Қалдырам десеңіздер, өздеріңіз білесіздер, жалпы лентаға да шығар. Тек қана лентаға да шығарсаңыз болады. Міне бағанағы біздің страницамыз, қосымша ашқан страницамыз нәтижелі массаж деп тұр. Яғни бұл страница ретінде тұрады, бірақ Инстаграмға жүктелмейді. Егерде Инстаграмға өтуін қаласаңыздар, ол кезде связанный болған Инстаграм парақшаны белгілейсіздер. Міне көрдіңіздер ме, жалпы жаңағы біздің жазған текст описаниямыз бар ғой, подробный батырмасын басып, сілтемеге өт дегені уже міне шығып тұр. Міне WhatsApp сілтемеміз тұр. Енді ары қарай жүреміз. Мына жерде создать аудитория деп тұр. Ручной өздеріңіз создавать етесіздер. Бұл жерде әркім өзінің нишасына байланысты. Мына жерге название аудитория дегенге, мысалы, жаңылыспас үшін атын өзгертіп қоясыздар, массаж деп қоя саласыздар. Мына жерде местоположение дегенге ақш тұр. Бұл ақшты изменить деп басамыз да, галочка қойып удалить етеміз. И поиск мест дегенге Қазақстан деп жазамыз. Міне Қазақстан страна деп тұр, яғни вес Қазақстанға арналған. Егерде сіз белгілі бір өзіңіздің жаңағыдай қалаңызға ғана жіберетін болсаңыз, сол қаланы ғана таңдап қоя салсаңыз болады. Енді возраст, мысалы, менде аналар 21 жастан бастап ана бола бастайды. Енді одан да ерте тұрмысқа шығуы мүмкін, бірақ осындай возрасттарда көп кездеседі, баланың несі.
Одан кейін мысалы 45 жасқа дейін деп алайын. Сосын тек қана әйелдер менде. Сосын мұны расширение детальный таргетингтен қоссаңыз болады. Жалпы 4 миллион 600 мың, 5 миллион 500 мың адамға көрсете алады екен. Одан кейін мына жерде бірінші включить people деп тұр, адамдарды қосу деп тұр. Бұл жерде сіз жалпы осы массажға қызығатын нәрселі адамдарды жазсаңыз болады. Мына жерге добавьте дегенге массаж деп жазсаңыз, міне массаж, массажное кресло, массажный салон, тайский массаж. Одан кейін тағы не, уход за ребенком, уход за детьми, мысалы, жаңағыдай осыларды жазсаңыз болады, галочканы қоямыз. Одан кейін міне болды бізде, тағы да галочканы басамыз. Детальный таргетинг бізде қосылды. Қазір сізде міне обновление 5 жас. Қазақстан жалпы аналардың қызығушылығы жазылып тұр. Одан кейін келесі неге өтеміз. Жалпы сіз мына жерде бюджет и график деп тұр. Осы графикті өзіңіз таңдайсыз. Мысалы, ежедневно деген белгілі бір уақыт аралығында ғана болады. Ал вес срок действия дегеніміз бір ай көлемінде тоқтамастан жүре береді. Сондықтан сіз ежедневно деген басасыз. Одан кейін барып, мынау долларды өзіңіз таңдайсыз. Егер де сіз бірінші рет реклама жіберейін деп тұрсаңыз, $1 бассаңыз болады. Яғни сізден 500 теңге көлемде ақша алынады. Одан кейін сіз көре аласыз. Мысалы, қанша күнге жібересіз? Мысалы, 2 күнге пробныйға жіберуіңіз мүмкін. Яғни плюс батырмасын басып көбейтсеңіз болады. Болмаса минусты бассаңыз, уже күні азаяды. 1 күнге ғана жіберіп, одан кейін показать непрерывно деген алып тастаймыз. Начать сейчас дегенді қоямыз. Одан кейін уже сізде міне бұл қазір бүгін ғана көрсетіледі, 28 декабрь ғана көрсетіледі. Сізден $1 ғана алады. Егер де 2 күнге беретін болсаңыз, ол 29 күнде де осындай уақыт аралығында жаңдай рекламаңыз жүріп тұрады. Одан кейін мысалы баннеріңізді және сіздің астында жазған текстіңізге байланысты адамдардың келуі, адамдардың бойларын әр салаға байланысты жазатын болсаңыз, олар уже адамның бойына тигеннен кейін, олар міндетті түрде сізге осы сілтемеңізге өтіп, жалпы өзінің интересін құратын болады. Одан кейін галочканы басамыз. Бюджет пен графикті таңдадық. Жалпы енді сізге разместить заказ деген мысалына окошко ашылды. Бұл жерде сіз барлығын көре аласыз. Мысалы, шамалы күтетін болсаңыз, мына жерге барлық сіздің жаңағы жасаған баннеріңіз, подробный батырмасын бас деп барлығы шығып тұрады. Мына аудитория нешесіне дейін шығады, мысалы, страница қандай, веб-сайтыңыз қандай, барлығы тұрады. Одан кейін мына жерде разместить заказ дегенді басамыз. Барлығы дұрыс болғаннан кейін разместить заказ дегенді басамыз. Қазір өзі автомат түрде ауыстыратын болады. Міне қарасаңыздар, загрузка болды қазір, енді ауыстырып жатыр. Міне жаңа қарасаңыздар, қазір толыққанды ашылсын. Мына жерде не сейчас дегенді басасыздар. Егер дублировать десеңіз, тағы да ол реклама шығып кетеді. Не сейчас дегенді басамыз. Міне көрсеңіздер, жаңағы біз нәтижелі массаж деп 1 күнге жібердік. Мына жерде клик, яғни сіздің WhatsApp ссылкаңызға өткен адамдардың клик қанша адам келді, соның саны шығып тұрады. Одан кейін затраты, әр кликқа өзі затрат кетіп тұрады. Жалпы сіз $1 қойдыңыз ба, сол $1 ғана алады. Одан артық алмайды. Егер сіз алғаш рет жіберейін деп тұрсаңыз, бірінші $1 жалпы Facebook алып көреді. Яғни бұл кісіден реклама жіберуге болады ма, болмайды ма, тексеріс барысында. Одан кейін $1 қайтарып береді. Екіншіден, сіздер уже
Facebook сіздің жаңағыдай бот емес екеніңізді, кәдімгі живой адам екеніңізді білгеннен кейін уже реклама жіберуге сізді жіберетін болады. Мынау қазір нәтижелі массаж бізде запланированный группа болып тұр. Одан кейін бізде проверенный болып тұрады, и сосын барып действующий болып тұрады. Сіздер де осылай өздеріңіздің рекламаларыңызды 1-2 күнге кемінде 500 бен 1000 теңгенің аралығында пробныйға жіберіп көруге болады. Егер де баннерлеріңіз бен текстеріңіз өтімді болса, адамдар көп келіп жатса, осының мына 3 точка тұр ғой, 3 точканы басып, мына жерде изменить деген тұрады. Осы изменить дегенді басып, мына жерде бюджетінді, мысалы, ручканы бассаңыз бюджетін өзіңіз жаңағыдай қоса аласыз. Мысалы, $2 қоясыз ба, $3 қоясыз ба, енді өтімді болса егерде, сосын барып мына жерде график деген бар. Графикті да өздеріңіз жаңағыдай өзгерте бересіздер. Мысалы, мына жерде жаңа басталуы мен аяқталуы тұр. Осыған өздеріңіз күндеріңізді қосып, опубликовать деген бассаңыз, ол уже қайтадан өзгеріске еніп, сіздің жалпы рекламаңыз арғарай жұмыс жасай беретін болады. Сіз тек қана завершение күтпейсіз, сол жерден изменить етіп, күнін қосып, ақшасын қосып, арғай жұмыс жасай бересіз. Қай кезде аяқталады, сол кезде уже сіздің жалпы рекламаңыз тоқтайтын болады. Сіздер үшін өте пайдалы болды деген ойдамын. Бұл телефон арқылы жіберетін бізде таргет жарнамасы. Каналға жазылуды ұмытпаңыз. Өзіңіз қай саламен айналысасыз және таргетті жасап жүрсіз бе, комментарий бөліміне жазып кетсеңіз болады.